Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге екі ғана ингредиенттен тұратын үй жағдайында өте дәмді сыр жасаймыз. Табиғи заттардан жасалған бұл сыр дүкеннің сырына қарағанда әлде қайда пайдалы, ешқандай қоспасыз қарапайым үй жағдайында жасалады. Рецепт сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сырды пиццаға немесе басқа да тағамдарға қосқанда еріп созылып тұруы осы жасап жатқан творогқа тікелей байланысты. Және де мен осы сырды жасауға арналған творогты қалай жасауға болатынын дәл осы видеода айтатын боламын. Егер сізге қызықты болатын болса, видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл сырды жасау үшін бізге керекті заттар: жарты литр сүт, жарты килограмм творог, жарты шай қасық ас содасы мен тұз. Және де мен бұл рецептте май қосып көрсетемін, бірақ сіз майды қоспасаңыз да болады. Ең алдымен жарты литр сүтті ысытып аламыз. Сүтті жақсылап ысытамыз, бірақ қолды салғанда қол күймейтіндей болу керек. Ыстық сүтке творогты салып 1-2 минутқа қойып қоямыз. Содан соң плитаның үстіне қайтадан қойып қыздырамыз. Міне сүттің ішіндегі творогты бірнеше рет қозғағанның өзінде сүттің көк суы бірден ажырады. Енді творогты көк судан сүзіп аламыз. Осы көк судан, яғни сывороткадан блины жасауға болады. Мен описанияға ссылкасын қалдырамын, және де қарап көруге кеңес беремін. Творогтың көк суы ажырап болған соң, қайтадан плитаға қызып тұрған табанын ішіне саламыз. Мен жарты килограмм творогқа 1 ас қасық 82% май салдым. Біздің творогымызды табаға салған соң, одан тағы да көк сулары шығуы мүмкін. Егер сіз қатты сыр жасағыңыз келсе, көк судың бүкілін алып тастайсыз. Ал егер сізге керісінше жұмсақ сыр ұнайтын болса, көк суын мен сияқты аздап қалдырсаңыз болады. Біздің творогымыз аздап ери бастағанда, оның үстіне тұз бен ас содасын саламыз. Творогтың үстіне ас содасын салған кезде, ол творогты аздап көпіртеді. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің сырымыз ери бастады. Бірақ біздің сырымыз түйіршіктеріне дейін еріп бітпегенше қозғауды тоқтатпаймыз. Мен дәл осы сырды ыстық плитада 10 минут бойы қозғап отырып пісірдім. Менде осындай бір келкі сыр пайда болды. Сырдың өте созылғыш болып шығуы біздің творогымызға тікелей байланысты. Ал енді осы творогтың қалай жасалуға болатынын айта кетсем. Қаймағы ажыратылған піспеген сүтті 1 тәулікке жылы жерге қойып қоямыз. Сүт өздігінен ешқандай қоспасыз ұюы керек. Ұйылған соң оны араластырып қоямыз. Бірнеше сағаттардан соң көк суы мен творогы екеуі өздігінен ажыралып бастайды. Содан соң творогты көк судан сүзіп алып, оны қалтаға құйып, әбден көк суы сырғып біткенше үстінен қатты зат бастырып қоямыз. Міне, мен сырға арналған творогты дәл осылай жасаймын. Менің сырым да дайын болып қалды, енді мен оны қалыпқа құямын. Және де мен қалыпты бірден таразының үстіне қойып қойдым. Сіз қалып ретінде кез келген ыдысты алсаңыз болады. Мен сырға май қосқандықтан қалыпты майламаймын. Ал егер сіз майсыз қылып жасайтын болсаңыз, қалыпты майлап алыңыз. Себебі табиғи сыр өте жабысқақ болады. Бұл сырды сіз кез келген тағамдарға қолдана аласыз, ол өте созылғыш болып тұрады. Көріп тұрғаныңыздай, менде жарты килограмм творогтан 350 грамм сыр шықты. Сырды жасап болған соң, оны холодильникте 2 сағаттай суытып алу керек. Сыр жасаудың осы және өзге де рецептерін менің каналымнан көре аласыздар. Менің сырым толықтай суыды, енді мен сіздерге оның арасын кесіп көрсетемін. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің сырымыздың арасында кішкентай тесікшелер бар. Бұл сырдың сапалы дайындалғанын көрсетеді.
Рецепт сізге пайдалы әрі қызықты болатын болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.